Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бірге дәмді печенье пісіретін боламын. Ол үшін бізге сливочный масло, яғни кілегейлі май керек. Және бізге жарты стақан қант керек. Одан кейін біз бұны жақсылап езетін боламыз. Біз бұны жақсылап езіп болғаннан кейін біз бұған қазір бір жұмыртқа салатын боламыз. Және тағы да жақсылап езетін боламыз. Біз бұны жұмыртқаға жақсылап езіп болғаннан кейін біз бұған қазір бір кесе ұнымызға бір қасық разрыхлитель салатын боламыз. Неге бір қасық разрыхлитель алдым, және біз бұны араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін біз бұны шетке қойып, табағымызды алып, бір қасық ванилин салатын боламыз. Бұл өздеріңіз қалауларыңызға байланысты. Ұнатсаңыздар саласыздар, ұнатпасаңыздар салмайсыздар. Мен салдым. Енді біз бұны, яғни ұнымызды сеткадан өткізіп салатын боламыз. Біз бұны қамыр болғанша дәл осылай араластыратын боламыз. Менікі қамырға келе бастады. Егер де бұл шанышқымен илуге келмесе, онда біз бұны қолмен илейтін боламыз. Неге қамырға келе бастады, біз оған тағы да ұн салатын боламыз. Егер де сіздерде дәл осындай қамыршы болса, яғни илеп болсаңыздар, онда дәл осындай шет жақтарын тазалап алуымыз керек. Яғни бұл бізге печеньені қамырын илеуге кедергі болмас үшін қажет. Сонда ғана біздің печеньеміз әдемі әрі дәмді болып шығады. Және де бұл кезде илеу барысында комочка дейді, осындай қалмауы керек. Мінекей бізде қазір қамыр дайын болды. Біз бұны енді екі бөлікке бөліп жасайтын боламыз. Яғни біз қазір біріншісін жаятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Сосын біз бұны дәл осындай түрлі түсті формалармен жасайтын боламыз. Және егер де сіздерде ондай формалар жоқ болса, онда сіздер жай ғана стақанмен кессеңіздер болады. Мінекей дәл өйстіп жасауларыңызға да болады. Енді осы қамырдың барлығын дәл осындай формамен кесіп шығамыз. Мінекей қазір біз дәл осындай формамызды кесіп болғаннан кейін біз бұны арнайы пісіретін табаққа салатын боламыз. Мінекей салдым. Енді мен бұны 180 градуста пешке салатын боламын. Егер де сіздердің пештеріңіз әртүрлі болса, онда
кішкене сарғайғанша, яғни алтын түстес болғанша дейін пісірулеріңізге болады. Мен қазір жаңа формадағы печеньемді пешке салдым. Енді ол пісем дегенше мен екінші бөліктегі қамырымды жаятын боламын. Мінекей достар, мен қазір екінші ыдысыма салып болдым. Яғни бірінші ыдыстағы печеньем пісіп болғанша екінші ыдысымды саламын. Мінекей достар, қазір менің печеньем пісті. Өте ыстық піскен. Ұнаса жеп пісіріп көріңіздер. Сіздермен мен Динара. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар.